Barşаңызға қайырлы күн. Бүгін бірге шарлотка дайындаймыз, яғни алмалы пирог. Ең алдымен ыдыстарымызды, заттарымызды дайындап аламыз. Ыдысымыздың іші құрғақ болуы қажет. Енді бір-бірден жұмыртқаны жарып, ыдысымызға салып аламыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болуы қажет. Барлығының мөлшерін астында қалдыратын боламын. Жұмыртқаны салып болған соң, миксердің көмегімен жақсылап көпіртетін боламыз. Көпіртіп жатқанымызда қант саламыз. Бұл жерде шым-шым тұз қосылған. Қанттың барлығын салып жібермейміз, аз-аздан салып отырамыз. Енді жұмыртқамыз ағарғанша жақсылап көпіртеміз. Ішінде қосқан қантымыз еріп, жұмыртқамыз аппақ күйге енуі қажет. Енді кезекте ванилинный сахар және де тағы араластырып аламыз. Енді 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Оны да жақсылап миксермен араластырып аламыз. Масса дайын болды. Енді бізге миксер қажет емес. Енді ұнға 1 ас қасық разрахитель қосамыз. Енді араластырып алып, аз-аздан жұмыртқамызға қосып отырамыз. Және де лопатканың көмегімен жоғарыдан төменге қарай дәл видеодағыдай етіп араластырамыз. Біздің көпірген массамыз басылып қалмас үшін дәл осылай араластырамыз. Сонда өзінің формасын ұстап, биік болып шығады. Оның барлығын бірден салып жіберсек, қамырымыз қатты болып қалады. Сондықтан аз-аздан салып отырамыз. Осындай масса шығады. Енді формаға салып аламыз. Менде форма 24 сантиметр. Астына пергамент қағазын қойып, формамызды дайындап аламыз. Дәл осы кезде пешімізді 180 градуста қосып қоямыз. Барлығын формаға салып, жан-жағына тегістеп, бір тегіс болып шығуы қажет. Сонда піскен кезде әдемі пісіп шығады. Енді бізге алмаларымызды турап алуымыз қажет. Өздеріңіздің қалауларыңызша турайсыздар. Мен осындай етіп турадым, жіңішке етіп, немесе кубик ретінде турап, массаға араластырып жіберсеңіздер де болады. Мен осылай ұзынша етіп барлығын турап шығамын.
Алманың барлығын турап болдым. Егерде алмаларыңыз қышқылдау болған жағдайда аздаған сахарный пудра қоссаңыздар болады. Алмаларыңыз тәтті болса, қосудың қажеті жоқ. Барлығына тию үшін араластырып жібереміз. Негізі сахарная пудра қосудың маңызы жоқ. Енді алманы бетіне әдемілеп теріп шығамыз. Барлығын осылай теріп шығамыз. Өте әдемі шықты, піспей тұрып. Енді 180 градусқа жарты сағатқа пешке салып аламыз. Жарты сағат бойы пешті ашпаймыз. Мінекей пісті, қазір ыстық болып тұр, оны міндетті түрде жақсылап суытамыз. Формадан алдым. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша сәндейсіздер. Мен бетіне сахарная пудра септім. Өте әдемі көрінеді. Видеоны соңына дейін тамашаласаңыздар, маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазір кесіп көрсетемін. Өте нәзік, барлығына ұнайтын сөзсіз. Достарыңызға, жақындарыңызға дайындап беріңіздер. Өте оңай. Қараңыздаршы, бетіне қойған алма өзі ішіне әдемі болып сіңеді. Ішінің өзі керемет көрінеді. Өте жұмсақ шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі тіл үйреді. Барлығыңызға ас болсын.